وحدة العقيدة يا جميل القوافي هات أحلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті мұхтарам жамағат. Бүгінгі дәрісімізде имам Тахауидің мына мәтініне келдік. Ва нара салата халфа кулли баррин ва фаджирин мин ахлил қиблати ва аля ман мата минхум. Ахли сунна ва жамааның i'tiqadı, сенімі, біз мұсылман болған әрбір жақсы адамның да, жаман адамның да артынан намаз оқимыз. Және де мұсылман болған жақсы адамның да, жаман адамның да жаназасына қатысамыз. Бұл ақида, сенім. Яғни, уанара солата деген сөз, біз жақсы адамның да, жаман адамның артында тұрып намаз оқуды дұрыс деп санаймыз дейді. Ахлі суннаның сөзін айтып отыр мұсылмандарда. Бұл деген сөз, имам болған адамдар, ғалым болған адамдар, олар пайғамбарлар емес. Басшылар, бұрынғы заманда басшылар намаз оқитын болған. Солардың артына халық ұйитын болған, жұма намаз, айт намаздарды, кәдімгі басшы. Бұл имам деген ол үшінші дәрежедегі не қоғамда. Халық ең бірінші басшыға, одан кейін қазиға, үшінші имамға бағынатын болған бұрындар. Сол басшының өзіне де, ол залым болса да, қателесуші болса да, артына ұйимыз. Бұл мұсылмандардың ішіндегі бір мәселе, имамның артынан ұйымау мәселесі бар. Сондықтан ахлі сунна вал жамаада біз қашан біреудің ашық күфірлікке кеткенін көрмейінше, оның артынан намаз ұйимыз. Намазға ұйимыз деген сөз бағынамыз. Құлшылықта да, тіршілікте де. Ақидамыз осы. Және де осындай адамдар қайтыс болса, мысалы күнәһар адам қайтыс болса, оны жаназасын оқимыз. Неге? Өйткені басшы болуда айсма шарт емес. Айсма деген сөз пәктік деген сөз. Пәктік, яғни бұл шиалардың кейбір нелерінде бар, топтарында басшы ол пәк болу керек дейді. Яғни күнә жасамайтын, ешбір қателеспейтін, тек қана шариғатпен жүретін болу керек дейді. Ахлі суннада бұл шарт емес. Ол пайғамбарлардың бойындағы сипат. Айсма деген пайғамбарлардың бойында болатын сипат. Сондықтан басшы болатын, намазға басшы болатын мұсылманның бойынан айсма талап етілмейді, яғни пәк болу талап етілмейді. Сондықтан оның артына намаз оқи береміз. Не үшін? Ауызбіршілік үшін. Фитна болмас үшін. Фитна болмас үшін. Яғни, өйткені артына ұйымау деген сөз, ол оған бағынбау, оны менсінбеу, оны діннен шығару, оның аржағы, оның қанын төгу, қарсы келу дегенге алып барады. Неге бұлай айтып жатырмыз? Бірінші, енді дәлелге тоқтайық. Имам Тахауи ақиданың мәтінін айтты. Енді ол неге сүйенді? Имам Тахауи ақиданың мәтінін айтты. Бағыну керек деді. Бірақ ол неге сүйенді? Бірінші сүйенген нәрсесі ол Құран аяты. Білесіздер, Аллах Тағала Али Имран сүресінде айтады: Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расула ва улил амри минкум. Я иман келтіргендер, сендер Аллаға бойысыныңдар. Және де пайғамбар